Армысыздар, құрметті достар. Бұл қазақша тестап квизі. Тестап квизі елордамыздан бастау алып, республикаға кеңінен таралған интеллектуалдық жоба. Белгілі бір зияткерлік орта қалыптастырып, ана тіліміздің керегесін кеңейтуге өзіндік үлес қосып жүрген тамаша бір іс-шара. Бұл тестап квизінің авторы және жүргізушісі есебінде бұған дейінгі ойналған ойындардың, бұған дейінгі өткен елордалық квиздің бір қатарынан сұрақтарды таңдап алып, оларды бірге талқылап көрейік. Нөмірі 4-ші квиз. қазан 2021 жыл. Қисын деп аталатын екінші турдың сұрағы. Белгілі жазушы бір бастықтың қабылдауына келгенде қазақша білмейтін хатшы қыз бастыққа кім келді деп айтайын деп сұрайды. Жазушы өзін таныстырғанда хатшы бір облыс орталығының шенеунігі келді деп хабарлайды. Жазушыны атаңыз. Бізге мәлімі, бұндағы секретарша қыздың қазақша дұрыс білмейтіндігінде үлкен ықтималдықпен біз оның орысша сөйлейтін қыз екенін түсінуімізге болады. Сондықтан бізге берілген мәтіннің ішінде басты мәлімет ол бір шенеунік келді деп ойлайды және облыс орталығынан келді деп ойлайды. Қандай жағдайда да тестапқа келуші команданың бір қатары осы орайда жай ғана шенеуніктерді, екінші жағы облыс орталықтарын сызып шықса, жауап мүлдем қиындықсыз келуі тиіс деп ойлаймын. Әрине бірінші кезекте ойға келетін шенеунік ол бізде Қазақстанда әкім есімді жазу үшін еске түсіреміз және тексереміз. Фамилиясы облыс орталығымен сәйкес келеді. Тексеру үшін адвокат, бухгалтер, орынбасар, сот, прокурор, тағы басқалардың барлығын тізіп шығаруға болады. Яғни осы уақытты пайдаланып. Дегенмен жауап күмәнсіз әкім тарази екендігін түсінуімізге болады. Тура осы квизден тақырыптық турдың аясында кездескен сұрақ, яғни бұндағы басқа сұрақтармен байланысы бар. Дегенмен жеке дара сұрақ есебінде де қарастыруға болады. Алматы қаласында Назарбаев даңғылындағы мына тұрғын үй атауы географиялық топонимінде белгілі әнмен де аттас. Тұрғын үй қалай аталады? Сонымен біздің жұмыс жасауымыз қажет мәліметтер: Алматы қаласы, Назарбаев, географиялық топоним және белгілі әнмен аттас. Және бізге бұл мәтіндік сұрақ есебінде де берілсе болатын еді. Дегенмен сурет те бар екенін ескеріп, суреттің ерекшелігіне де назар аудару қажет. Команда осы сәтте ашық аспан, жартылай бұлтты аспан, 8 қабат, яғни үйдің сипаттамаларын айтып шығуы тиіс. Сосын ақыры бұнда біз 3 көк бөлшегі бар екеніне, 3 қоңыр бөлшегі бар екеніне де назар аударуымыз болады. Сол кезде 3 қоңыр деген сөз айтылған кезде командаластар әрине іліп әкетуі тиіс. Алматыға қатысы бар ма? Бар. Назарбаевқа қатысы бар ма? Сөзсіз. Географиялық топоним бе? Иә, әрине жердің аты, төбенің аты. Және белгілі ән білесіздер, Мұзарт тобы айтады. Сондықтан бұл сұрақтың жауабы сөзсіз түрде 3 қоңыр деп тапсыру қажет. Келесі сұрақ күрделі турынан сұрағы, яғни 2 ұпайлық сұрақ. Күрделілігі жоғарырақ деген сөз. Саяхатшы журналист Генри Мортон оған шұбыра бара жатқан адамдарды және онда акробатика ғажайыптарын көрсеткен сомельені сипаттайды. Ал Starbucks-тың күллі дәмханаларының мекен-жайын тауып алу оңай. Тек бір ерекшесі Женева мен Сент-Гален арасындағы орналасқан бір дәмханасы. Бұл нүктені ашу үшін Starbucks оны жалға алған. Дефисі 2 бөлігін байланыстыратын оны атаңыз. Сонымен бізде белгілі бір жер, орын, ұғым бар деп санаймыз. Ол деп жасырылған және оны табу жолында ізденуіміз қажет. Бізге сол үшін 2 минут беріледі. Онда шұбыра адамдар шұбыра бара жатады. Не себепті қарапайым Starbucks-қа сияқты шұбырмай-ақ сирек-сирекмен немесе өз кезегімен былайша айтатын болсақ ұзын кезек жасамай-ақ бөлек-бөлек кірмейді.
Не себепті онда акробатика ғажайыптарын көрсетуге тура келеді? Не себепті оның адресі белгісіз? Әйтеуір шамамен бір қала және екінші қаланың арасында екендігі белгілі. Қандай жағдайда бізге адресі белгісіз болып келеді? Яғни бұл нәрсе екі қаланың арасында орналасқан, бірақ қозғалмалы. Яғни стационар орналасқан орында міндетті түрде бізде адресі белгілі болушы еді. Сондықтан бізге қозғалмалы орын және бұл акробатика ғажайыптарын тексерумен де сәйкес келеді. Сол себепті Starbucks нені жалға алғанын түсіну үшін бізге дефисі екі бөлігін байланыстыратын орын қажет. Яғни дефис арқылы жазылады. Сонымен қатар бізге неге дефис арқылы жазылатын сөзбен атаңыз оны демейді. Неге дефисі екі бөлігін байланыстыратын деп тым автор сұрақ қойған кезде күрделендіріп жіберген. Өйткені байланыстыратын деген сөздің өзі тегіннен тегін емес. Женева, Сент-Гален, сонымен қатар байланыстыратын, яғни қалалардың арасын байланыстыратын қозғалмалы орын қажет. Осы жағдайда біз сөзсіз түрлі, әрине ұшақ екендігі күмәлі, жердегі қарапайым көліктерден гөрі әрине біз пойызға жақындаймыз. Өйткені ресторан, дәмхана ашу мүмкіндігі бар, ғимараты бар, қандай бізде көлік түрі бар? Сөзсіз бұл сұрақтың жауабы вагон ресторан дегенге келуіміз қажет. Сол себепті ондағы адамдарға акробатика ғажайыптарын көрсетуге тура келеді. Өйткені оның қозғалысы үнемі жайлы, тұрақты емес. Және сол себепті де адресі беймәлім. Сұрақ барысында көріп отырғандарыңыздай дефис ортасында тұрған екі сызықтың өзі, яғни жасырылған сөздің өзі екі вагонды байланыстыратын суретке ұқсайтын болады. Бұл сұрақтың жауабы әрине вагон ресторан. Нөмірі 5-ші квиз, 11-ші қарс. Сағатты қиын емес сұрақ. Бір күні бір программисттің жуылмаған ұйысқан басында 8 сызық, яғни белгілі бір ұғым жасалған, кетіп бара жатыр екен. Сөйтсе соңғысы тұрып, ілбә бізіне сонда тұтас сызық бірдеңе болдық па деген екен. Желі қолданушысының мына әзіліндегі екі бос орынның кез келгенін сан есім мен зат есімнен тұратын сөз тіркесімен толықтырыңыз. Бізге мәлімсе екі сөз тіркесі де бір сан есім, бір зат есімнен тұрады. Сондықтан біз міндетті түрде жуылмаған бас, ұйысқан баста не болатынын түсінуіміз қажет. Және ол кетіп бара жату керек, яғни тіршілік иесі, жуылмаған ұйысқан баста болатын тіршілік иесі. Былайша айтатын болсақ, сірке қозғалмайды, ал бит әбден қозғалады. Сол себепті сөзсіз бит екендігін, оның үстіне программист болғандықтан бит ұғымының оған жайдан жай берілмеген болады. Бізге 8 сызықша, әрине сөзсіз 8 бит кетіп бара жатқандығын көрсетуге тиіс. 8 бит бізде білесіздер, информатикада 1 байтқа тең. Сол себепті 8 бит және тұтас сызық әрине бір ғана сызық болғандықтан 1 байт. Екі нұсқаның кез келгенін тапсырамыз. Келесі сұрақ. Өңірлік телеарналардың бірінің тарихи деректер мен естеліктер жайлы бағдарламасы осылай аталады. Мәскеудің көптеген театрларында жұмыс істеген физик Шержецкий одан құтылу оңай емес дейді. Оны атаңыз. Және өңірлік телеарналардың бірінің тарихи деректер мен естеліктер жайлы бағдарламасы осылай аталады. Мәскеудің көптеген театрларында жұмыс істеген физик Шержецкий одан құтылу оңай емес дейді. Оны атаңыз. Не себепті мәтін бізге екінші рет беріліп тұр? Не себепті мәтін екінші рет берілген кезде ондай толыққанды емес, кішкене былайша айтатын болсақ, кішірейіп беріліп тұр. Әрқашан сұрақ қойылған кезде жауап бірден табыла кетеді деп айта алмаймыз. Сұрақтар міндетті түрде жаңа сұрақтарды, одан қарапайымдау, бірақ маңызды бірнеше сұрақтарды қою тиіс. Соны командаластарыңыз қою тиіс және оған жауап іздеуі тиіс. Сол себепті сұрақтар әрқашан жеке-жеке шағын сұрақтарға бөлінеді. Белгілі бір тарихи деректер мен естеліктерге қатысты ұғымға қарайтын немесе бір естелік тарихқа байланысты. Сондай-ақ оны физикамен және театрмен байланыстыру да маңызды. Бұнда бізде мәтінде беріліп тұрғандай. Яғни театрда физик қандай мәселені шешуі мүмкін?
не жарық мәселесі, не дыбыс акустика мәселесі. Жарықтың мысалы жағына кетсек, жарықтың қайталануы мұнда мәтінде қайталанып тұр. Немесе дыбыста қайталануы. Сол кезде әрине сөзсіз жауапқа келеміз. Акустикадағы қайталану мәселесі театрларда қандай болуы мүмкін? Бұл сөз әрине жаңғырып, алдыңғы факт бойынша сәйкес келе ме? Әбден қазақша бағдарлама солай әбден аталуы мүмкін. Сондықтан бұл сұрақтың жауабы жаңғырық екеніне келеміз. Шет фильмінде мүгедек бастық кейіпкерге ол болуға ұсынады. Ол қазақ жазушысының шығармасы және сәйкесінше қазақ режиссерінің қысқаметражды хоррор драмасы. Бір пробел және бірнеше әріп тастап кеткен сөзді толтырып, жауапты екі сөзбен жазыңыз. Бізге шығарманың аты берілген және ол екі сөзден тұрады. Және қандай сөзді іздеу қажеті де бізге айқын көрініп тұр. Ол және бірнеше әріп, шамасы шығарманың аты ұзақ емес болса керек, және ол екі сөзден тұру қажет, иә, бір пробелі бар болғандықтан. Сол себепті бізге қазақ жазушысының шығармаларының бастапқы белгілі бір деңгейін білсек жеткілікті. Және қазақ режиссері оған қатысты ужастик түсірген болатын болса, онда шығарманың өзі де сол бағыттағы шығарма болуы тиіс. Өйткені лирика тағы басқа жанрдан ужастик драма түсіру қазақ режиссерінде кемде кем екенін білеміз. Неге мүгедек? Неге бастық? Жалпы бастыққа кім қажет? Хатшы, орынбасар. Осыларды басқаша қалай айтуға болады? Мүгедекке кім қажет? Не қажет? Дене мүшесі толыққанды болғаны. Себепті осы орайда бізге Төлен Әбдіковтің шығармасы сөзсіз хоррор жанрындағы шығарма. Ондай шығарма қазақта жалпы сирек, сондықтан оң қол, ол әріптері арқылы тексереміз. Иә, сөзсіз бірнеше әріп қоссаң және бір пробел салсаң, оң қол деген сөз шығады. Мүгедек бастыққа оң қол қажет, өйткені оған қызметтерді атқаратын орынбасар секілді көмекші қажет. Яғни оң қол қажет, өйткені ол мүгедек. Сөзсіз алғашқы факт бойынша өте сәтті үйлесті. Және хоррор драманың да болу ықтималдығын жоққа шығармаймыз. Бұл сұрақтың жауабы әрине оң қол. Алтыншы квиз 25 қараша. Қазақша Википедия оның әлемде 43-ші орында екенін жазады. Және 3 түрлі әліпби, 230 мыңдай еңбек, 13 миллион 700 мың айна деген деректер келтіреді. Оны екі сөзбен атаңыз. Бұл белгілі бір дәрежеде жауаптың өзі сұрақта табылатынын көрсететін классикалық сұрақ. Яғни бізге белгілі бір ғылыми ізденістік зерттеу еңбегі қажет секілді. 3 түрлі әліпби қолданады. Онда 230 мыңда еңбек болуы мүмкін, және айына 13 миллион 700 мың рет бір ұғымға мысалы қаралуы мүмкін, айына осынша ақша әкелуі мүмкін, тағы басқа. Сол себепті бізге басқадай мәліметтер берілмеген кезде қазақша Википедияның өзін жазу камильфо болып келеді. Сондықтан әбден тексереміз деректер бойынша қазақша Википедия осылай болуы мүмкін бе? Иә, үш түрлі әліпби неге болмасқа, 230 мыңдай еңбек толыққанды болуы мүмкін, және айына 13 миллиондай қаралуы, яғни шамамен орташа әлемде аз деңгейде дамыған тіл екендігін көрсетеді. Келесі сұрақ. Есіміне қарамастан 19 ғасырда Қазақстан батысында өмір сүрген ол би ауқатты болыпты және қарасұр кісі болыпты. Би қайтыс боларының алдында әулиелік танытып, өздері мекен етіп отырған жердің қойнауы байлыққа толы, несібесі мол екенін айтып кеткен. Қайтыс болғаннан кейін жерленген жерде бидің атымен аталып кетеді. Ол бидің есімін атамыз. Яғни бізге қазіргі таңда белгілі бір топоним, жер бидің атымен аталатынын түсінуіміз. Және бидің өзі бекерден бекер оның сөздері берілген жоқ. Қойнауы байлыққа толы болатын болса, белгілі бір байлық түрін шығаратын, белгілі бір ресурстар шығаратын қазіргі орын екендігін түсінуімізге болады. Бұл тақырыптық турдың аясында келген сұрақ, бірақ жеке дара сұрақ есебінде шешіп көретін болсақ, не себепті есіміне қарамастан деп қарама қайшылық қояды? Ол би ауқатты болыпты.
және қара сұр кісі болатын болса, есімінде би ауқаттылыққа қарама қарсы ұғым және қара сұрлыққа қарама қарсы ұғым бар деген сөз. Өйткені бұнда белгілі бір парадокс есебінде ұсынып отыр. Сәйкесінше біз өте бір кедей, халі нашар адамды іздеуіміз қажет. Және қара сұрға қарама қарсы, былайша айтатын болсақ, адамның әлпетін байқататын сын есімді іздеуіміз қажет. Осы арқылы және онда байлық шығаратын елді мекендерді тізбелей отыра, біз сөзсіз кедей, жақыбай, жарлы, күң, құл деген секілді сөздерді қарауымыз қажет. және қара сұрға қарамасы аққұба, сары деген сөздерді адамның бейнесіне қатыстыруымыз қажет. Осылай тізбелегеннің өзінде команда болып әр жақтан лақтырып, қандай түрлі байлық түрлері бар. Бірінші кезекте Қазақстанда ол мұнай, түсті металл, тағы басқалар болуы мүмкін. Осылай арқылы біз әрине бұл жерді, бұл топонимді табамыз. Бұл бидің есімі құл сары деген жауапқа келуіміз қажет. I just wanna let it go for tonight. That would be the best therapy for me. Үнемшілікке үгіттейтін бір қаржылық ресурстың атауы мен оның логосында бейнеленген жануардың айырмашылығы бір ғана әріп, айтылуы тіпті ұқсас. Тек бірі жуан, бірі жіңішке естіледі. Ресурс атауында қай жануар екенін де жазыңыз. Бізге белгілі бір қаржылық ресурстың аты қажет және жануар қажет. Екеуінің айтылуы, былайша айтатын болсақ, бірдей. Тек біреуі жуандау, біреуі жіңішкелеу. Айырмашылығы бір ғана әріп. Қандай жануар үнемшілдікке жақын болып келеді. Және бізге үнемшілдікті үгіттейтін дегенде қандай сөз, ұғым, қаржылық ресурстың атауы болуы мүмкін. Осы орайда біз міндетті түрде белгілі бір ұғымдарды біздің халық арасында жүрген мақал мәтел секілді немесе тұрақты сөз тіркестері, афоризмдерді еске түсіруіміз қажет. Яғни теңге тиыннан құралады. Осы арада команданың екінші бөлігі қандай жануарлар өзі былайша үнемшілдікке, сараңдыққа бейім. Тиін деген жануардың өзі жаңғақтарды қалайша әр жерге тықпалайтындығын білеміз. Және сөзсіз теңге, қаржы, ақша, доллар, тағы басқа сөздерді, операциялардың атауларын тізбелеп айтып отыратында команданың мүшесі қажет. Бұл сұрақтың жауабы әрине тиын мен тиын екенін жеткеннен кейін сөзсіз тапсыруға болады. Нөмірі 7-ші ойын 25 қараша 2021 жыл. Дота ойынында өлтірілген кейіпкердің алтынға өмір сатып алып, қайтып келуі белгілі қазақстандық саясаткердің фамилиясымен үндес болып келеді. Ал экономикада дәл осылай эмитент өз акцияларын сатып алуы да аталады. Оны бір сөзбен атаңыз. Бізге белгілі бір саясаткердің фамилиясы сияқты естілетін экономикалық ұғым қажет, немесе ойын индустриясының термині қажет. Сатып алып, қайтып келуі деп бізге жеке дара көрсетіліп тұр. Және экономикада да өз акцияларын сатып алу. Екі жерде бізге сатып алу туралы айтылады. Біз сатып алу ұғымдарын неше түрлі экономикалық терминдермен, транзакция тағы басқалармен тексеріп көруіміз қажет. Бірақ дота ойынының негізгі тілі ағылшын тілі болғандықтан, ол үшін де сатып алуды кейбір сұрақтарды ағылшын тіліне немесе басқа да латын, орыс, тағы испан тілдеріне аудару аса қатты көмектесетінін білуімізге болады. Сондықтан командада жалпы тіл білетін адамдардың болғаны өте жақсы. Әрине сатып алуды ағылшыншаға аударып көрсек әрине бай деген шығады. Және қазақстандық саясаткердің фамилиясы қандай байдан басталатын адамдарды іздеуіміз қажет. Қайтып келуді де ағылшын тіліне аударып көрсек, бэк болып келеді. Яғни дота ойынында байбек болуы мүмкін бе? Әбден мүмкін. Ондай саясаткер бар ма? Бар. Сондықтан біз бұл сұрақтың жауабын байбек деп тапсыруымыз қажет. Couple Grammys on him, couple plaques, ayy, that's a fact, ayy, throw it back, ayy, throw it back, ayy. 2021 жылы Алматыдағы және Қосшыдағы мекемелер сәйкесінше U әрпін және I әрпін пайдаланғаны жайлы пікір айта келе, қолданушылардың бірі демографиялық жақсылықты, бірі тапшылықты алға тартады. Біз қандай сөзде 4 әріпті басқа 4 әріппен ауыстырдық? Бұл ең қиын сұрақтардың бірі, өйткені бізге қандай сөзде әріптердің ауысқанын тауып алу да маңызды. Команда мүшелері қандай сөздер кішкене ерекшеленіп тұрған, қандай сөздер жалпы сұрақ мәтінінен шығыңқырап тұрғанын
сәйкес келмей тұрғанын да табуы тиіс. Барлығы бір жағынан орынды сияқты. Бірақ бізге беймәлім тұрған мәлімет бар ма бұл жерде? Алматы, Қосшы, ю, әрпі қолданушылар, демография тағы басқалардың бары белгілі. Бірақ мекемелер дегенде қай мекемелер екендігі беймәлім. Бәлки осы сөзден іздеу қажет шығар. Бізге Алматы және Қосшы, яғни үлкен қала және шағын ғана елді мекенде де әріптерді пайдаланғаны жайлы әріпкеде белгілі бір мекемелердің біреулер бұл демографиялық тұрғыдан жақсы деген, біреулер тапшылықты алға тартқан. Қандай мекемелер бізде әріптерді пайдалануы мүмкін? Былайша айтатын болсақ, кез келген. Бірақ әріптерді жеке дара осы қалпында ю, деп қай мекеме пайдалануы мүмкін? Және ол мекеме деген сөзге аса қатты ұқсас болуы мүмкін, төрт әрпі ғана ерекше. Не себепті бізге демография туралы туу, балаға бағытты атап тұр? Өйткені бұл сұрақтың негізгі жауабы әрине мектептер дегенге келуіміз қажет. Өйткені мекемелерге қатты ұқсас мекемені іздейміз және әріптерді пайдаланатынын іздейміз. Мектептер ю әрпі, әрпін пайдаланғаны жайлы мәліметтерді мүмкін тіпті біреулер жаңалықтардан білетін болар. Егер де біз сынып есебінде бірінші ю сыныбы, бірінші сыныбы дейтінге жетсек, онда ол демографиялық жақсылық дегенге әрине сөзсіз сәйкес келеді. Және тапшылыққа да сәйкес келетінін байқауымызға болады. Өйткені мектептердің аздығынан бізге осындай мүлдем 31 деңгейсінші әріптерге дейін баруымызға тура келгенін ойлауымызға болады. Бұл сұрақтың жауабы әрине мектептер. Еме емес, теп деген ұғым келуі тиіс. Тағы бір сұрақ, оның алдында көтеріліске қатысқан қазақтың ұлы күйшісі 1857 жылы екі сөз қалдырылған. Ол үшін Болат Аранды ұлтарағының астынан суырып, тағы екі сөз қалдырған пробелдерді екі түрлі туынды атауымен ауыстырыңыз. Бізге 19 ғасырда өмір сүрген қазақтың ұлы күйшісі қажет. Bir қатарын атау арқылы сөзсіз тексеріп көреміз. Және оны туынды атауымен ауыстырыңыз деп не себепті сұрақ авторы осылай қиыстырады? Сұрақ авторы бізге қиындық болғанын қаламайды. Және сәйкесінше, керісінше жол көрсетуші, жол серік есебінде қарауымыз қажет. Жақсы автор деген ұғымды. Етістігі бар шығарма қажет, және мүмкіндігінше сол ұлы күйшінің өзінің шығармалары болған дұрыс шығар. 19 ғасырда осы кезеңге көтерілістерге жиі қатысқан күйшілерді еске түсіреміз. Әрине қазақтың ұлы деп атауға лайық күйшісі Құрманғазы. Құрманғазы бірінші кезекте 1853 жылы көтеріліске қатысқаны үшін белгілі бір жағдайға тап болған, етістігі болуы тиіс. Және кейін Болат Араны ұлтарағының астынан суырып тағы бірдеңе істеген. Не істеуі мүмкін? Әрине ол үшін көтеріліске қатысқан үшін түрмеге отырыңыз деп түрмеден қашқан және кісен ашқан деген күйшінің шығармаларын есімізге түсіруімізге болады. Өйткені бұл шығармалардың өзі бұның өмірлік фактілерінен бастау алған сұрақтар есебінде қараймыз. 2011 жылы одан әлем чемпионатын орталық Америкадағы аралдағы ел құрамасы ұтып алды. Оны атаңыз. Бізге ешқандай мәлімет былайша берілмеген деуге болмайды. Адамдардың бейнелері берілген, не себепті екені белгісіз. 2011 жылы одан әлем чемпионатын, яғни белгілі бір спорт түрінен, ойыннан орталық Америкадағы ел құрамасы. Неге бізге елдің атын толық бермей тұр? Неге елдің атын ашып айтпайды? Орталық Америкадағы ел мүмкін осы ойын түріне атауына қатысы бар шығар. Не себепті 2011 жылы одан әлем чемпионы дегенге дейін курсивпен жазылғанда әрі қарай тік жазылған. Не себепті адамдардың бейнелері бұлдыр ақ қара болып беріліп тұр. Орталық Америкадағы елдердің атауларын тізбелеу арқылы Гаити, Гондурас, Сальвадор тағы басқаларды тізбелей келе біз Доминикан еліне де келеміз. Екі Доминиканың бірі болған кезде онда ойын түрі бізге мәлім болады. Қай елдің ойынға қатысы бар? Қай елдің атауы ойынға қатысы болуы мүмкін? Доминиканы бұл критерийге сәйкес келеді. Және не себепті бастапқыда курсивпен кейін тікірейгендігін байқауымыз қажет. Өйткені домино тастарда осындай
процесске әбден лайық әрекеттер жасайтындығын білуімізге болады. Сондықтан домино не себепті мына суреттер берілуі мүмкін. Егер де жақындап қарайтын болсақ, домино тастарынан құралуы әбден мүмкін екеніміз болады. Яғни бұлдыр, ақ, қара түстерден. Сол себепті домино және сәйкенше екі доминикан елінің бірі екендігін түсінуіміз болады. Бірақ форма бойынша бізге әрине жауапты ойынның атын тапсырғанымыз жеткілікті. Element lay low. You was never really rooting for me anyway. When I'm back up at the Тағы бір сұрақ осы ойыннан: Джеки Чан өміріндегі ең қауіпті трюктердің бірін Гонконгтегі бала кезінде жасағанын есіне алады. Қуғыншыдан қашқан Джеки және оның достары екінші қабатқа жүгіріп шығып, терезеден кезекпен секіреді. Аталған қуғыншының мамандығы қандай? Бірінші кезекте бізге ең оңай күзетші, вахтер, мектептегі қызметкер, тағы басқаларды жаза салу оңай. Бірақ не себепті бұндай сұрақ қымбат сұрақ есебінде береді және қандай жауап бізге сөзсіз осы деген күмәнсіз сезімге алып келеді? Ең қауіпті трюктердің бірін не себепті одан кейінгі әлдеқайда неше түрлі қауіпті трюктарды жасаған Джеки Чан бала кезімде жасап кеттім деп айтады? Не себепті бізге Гонконг беріліп тұр? Және ненің екінші қабаты болуы мүмкін? Неде қуғыншы болаттай мамандық болуы мүмкін? Әрине бұл кезде Джеки және оның достары балалар жыбырлап қайда кіріп, қайда жүріп екінші қабаттан секіруі мүмкін? Бұл ойында, финалдық ойында келген сұрақты алған командалар өте сирек болды. Жалпы бұл сұраққа жауап таба алған команда ақыры жалпы осы финалдық маусымның жеңімпазы атанып шықты. Екінші қабаттан секіру аса қатты қауіпті болмауы тиіс. Мүмкін ол қауіптілікті көбейтетіндей белгілі бір қосымша факторлар бар шығар. Кемі екі қабаты бар дүние мүмкін жер сілкінісінде, су астында тағы басқа тұрған шығар, немесе қозғалмалы шығар. Вагон ресторан туралы сұрақ келіп, қандай қозғалмалы транспорт көлікте екі қабат болуы мүмкін? Және Гонконг Аумын емес, Қытай емес, Гонконг Джеки Чанның балалық шағында, яғни 97 жылдарға дейін оның Ұлыбританияның бөлігі болғанын білеміз. Сол себепті бұнда біз қозғалмалы транспорт екі қабатты және Ұлыбританияға қатысы бар және онда қуғыншы бола алатындай мамандық бар дегенге келуіміз қажет. Сөзсіз бұл екі қабатты даблдекерлер автобустар екендігін түсінгеннен кейін қуғыншының мамандығы әрине билет тексеруші, шөпір, дәлірек айтсақ, шөпір жолға қарайтын шығар, оларда кондуктор екендігін табуымызға болады. Және тағы бір сұрақ: Қосанов, Еспаева, Ахметбековтің сайлауалды насихаты жайлы мақала тақырыпшасында журналист Оскарлы Голливуд фильмінің атауындағы сөз тіркесін қолданады. Фильмдегі топоним орнына Қонаев, Құрманғазы, Бұрышы деп тұрған ескеріп, ол сөз тіркесін айтады. Оскарлы фильмдерде топонимдер қолданған аса қатты көп емес. Сондықтан біз оларды біршама тізіп шығу арқылы да болады. Және бізге үш түрлі кандидаттың аттары беріліп тұр. Олардың насихаты жайлы, яғни насихат үгіт жұмыстары, насихаттар қалай жұмыс істейді? Флайерлер тарату, интернет сайттар арқылы рассылкалар жасау, немесе көшеге баннерлер ілу, осы сөздерді қазбалау арқылы, құралдар, әдістерді қазбалау арқылы біздер жауапқа келе алуымыз мүмкін. Осы құралдарды қайталау арқылы, тізбелеу арқылы біз билборд деген сөзге де келуіміз болады. Және немесе Оскарлы фильмдердің ішінен қазбалай отырып топонимдері бар. Сөзсіз билборд деген сөзі бар және үш кандидат бар. Үш билборд Эббингте, Миссури штатындағы дегеннің орнына әбден осы көшелердің қиылысы келуі мүмкін екенін түсінеміз. Өйткені Қонаев, Құрманғазы, Бұрышы екен, көшелердің қиылысы екенін былайша түсінуімізге болады. Сөйтіп сөз тіркесі әрине үш билбордты тапсырамыз. Нөмір 8-ші ойын сұрақтары келесі біздің шығарылымымызда орын алады. Мүмкіндігінше командаларға қандай бағытта ойнануға, қандай бағытта талқылауға болатындығын көрсете алдым деп үміттенемін. Командаларыңызға сәттілік серік болсын. Іске сәт тез тап квизіне жексенбі сайын келіңіздер.